Қазақстанның таңдауы көп векторлы интеграция, интеграцияның ағымдары, қарама-қайшылықтар мен өркендеу жолы Еуразиялық сауда бағдарламасында. Здравствуйте, с вами Павел Коктышев. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Павел Коктышев. Назарларыңызда Еуразиялық сауда бағдарламасы. Уақыт алтыннан да қымбат. Жүк тасымалына қатысты бұл сөздің мәні одан сайын арта түскендей. Тауар белгіленген жерге неғұрлым жылдам жетсе, сауда-саттықтың да тиімділігі соншалықты жоғары болады. Осы үдерістің маңыздылығын ескеріп, Еуразиялық экономикалық одақ бойынша серіктес елдер Ресей, Қазақстан және Беларусь біріккен көлік логистика компаниясын құрды. Құрылымның алдына қойған мақсаттары жайлы тілшіміздің сюжетінен білейік. Біріккен көлік логистика компаниясы 2014 жылы құрылған болатын. Оның құрылтайшылары үш ел – Ресей, Беларусь және Қазақстанның ұлттық теміржол операторлары. Іс жүзінде бұл Қытай, Еуропа, Қытай бағдары бойынша контейнерлі пойыздар қозғалысының қызмет көрсету мәселелерін реттеп отыратын Еуразиялық экономикалық одақтың теміржол альянсы. Сонымен бірге біріккен көлік логистика компаниясының міндеттерінің қатарында Еуразиялық одаққа мүше елдердің мүддесі үшін бәсекеге қабілетті жер үсті бағыттарын қалыптастыру, көлік қызметтерінің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету, халықаралық көлік маршруттарын тиімді қолдану мәселелері бар. Көлік логистикалық инфрақұрылымын дамыта отырып, біз Қазақстан мен Ресей жалпы Еуразия құрлығы мемлекеттерінің арасында тауар айналымын арттыруға қажетті алғышарттар қалыптастырамыз. Біріккен компанияның активтерінің құрамында 67 халықаралық терминал, 33 мың вагон, 71 мың ISO контейнер, 4 темір жол паромы, 870 жүк автокөліктері бар. Нашими клиентами являются транспортные компании. Біз көлік ағындарын ұйымдастыруда өте жоғары деңгейге қол жеткіздік. Өзара ынтымақтастығымыздың нормативтік құқықтық базасы құрылып, тұрақты түрде әрі қарай дамытылып жатыр. Қазір біздің тасымалдаушыларымыз қазақстандық әріптестермен бірге екі жақты және транзиттік бағытта да үздіксіз жүк тасымалдарын қамтамасыз етіп отыр. Чтобы обеспечить его отличным сервисом. Біріккен компанияның жұмысын үйлестіруді жүзеге асырып жатқан IT тұғырнама жүктердің қозғалысы бойынша бүкіл операцияларды оңтайландыруға, экспорттық, импорттық және транзиттік тасымалдауларды ұйымдастырудың жаңа технологияларын енгізуге мүмкіндік береді. Представьте себе организованный контейнерный сервис. Қорғас терминалынан 1,5 сағат жиілікпен бір пойыздан жіберіп отыратын ұйымдастырылған контейнерлік қызметті көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Бұл өте күрделі іс болғанымен, маңызы да өте зор. Ең бастысы, бұл барлық елдерге ортақ әрі халықтың мүддесіне сай шешім. Наших стран и людей, которые живут в наших странах. Біріккен компания жүйесіндегі жаңалықтардың бірі ғаламтор дүкені технологиясы. Оның көмегімен онлайн режимде жүктерді тасымалдаудың құны есептеледі. Тапсырыстар рәсімделеді, қызметтердің ақысы төленеді, контейнерлерді жөнелту жүзеге асырылады. Сонымен қоса компания қызметі барлық жерде тәулік бойы қолжетімді әрі банктік картамен төлем жасауға болады. Ғаламтор дүкені технологиясының көмегімен Қазақстанның Алтынкөл станциясынан Беларусьтің Брест қаласына дейінгі контейнерлік тасымалдаулар бойынша бірыңғай тарифтік шарттарды белгілеудің орайы келді. Соның нәтижесінде Қазақстан Қытай теміржол өткелінен шыққан жүк пойыздары Еуразиялық одақ аумағынан шығып кеткенге дейін Беларусь пен Польша шекарасына небәрі 5,5 тәулікте жетеді. Скоростные поезда, которые Қытайдан контейнерлермен шыққан жүрдек пойыздар Беларусь логистика жүйесіндегі талапқа сай келеді. Себебі ондағы жолаушыларды тасымалдау қарқынды болғандықтан, жүк пойыздары жолаушылар пойыздарының жылдамдығымен жүреді. Поезда следуют со скоростью практически пассажирских. Одақтас үш мемлекетке арналған бірыңғай ережелер 2030 жылға дейін қамтылған. Ол кезге дейін нарық сарапшыларының пікірінше Біріккен көлік логистика корпорациясының жұмысы аясындағы тасымалдаулардың жылдық көлемі кемінде 2 есе ұлғаятын болады. Енді келешектің әдемі көріністерінен Еуразиялық одақтағы шынайы өмірге қайта оралайық. Және бүгінде серіктестер арасындағы тауар айналымында орын алып отырған осал жерлерге назар аударайық. Сонымен бірге Қазақстан аймақтарының экспорттық мүмкіндіктеріне көз жүгіртіп көрейік. Бүгінде Еуразиялық экономикалық кеңістік елдерінің арасындағы тауар айналымының жеткіліксіз екенін айтып, шағымданбайтын адам жоқ шығар. Сандық көрсеткіштерге сүйенетін болсақ, бұл пікірді жоққа шығару қиын. Осы жағдайға Қазақстанның мүддесі тұрғысынан қарап көрелік.
Сонымен, республиканың өткен жылғы Еуразиялық одақ елдерімен өзара сауда-саттық көлемі ақшалай көрсеткішпен 13 миллиард 600 миллион Америка долларын құрады. Бұл 2015 жылмен салыстырғанда 16,8% төмен. Импорт, экспорт арақатынасы бойынша Қазақстан сыртқа сатқаннан гөрі көбірек сатып алады. Импорттың үлесі 9 миллиард 67 миллион ақш долларына, ал экспорттың үлесі 3 миллиард 900 миллион долларға тең. Өткен жылы Қазақстанның Еуразиялық одақ елдеріне экспорты 23,5%-ға, ал импорттың үлесі 13,7%-ға төмендегенін атап өту қажет. Қазақстанның ең көп тауары Ресейге сатылады. Біздің Ресей бағытындағы экспортымыздың көлемі 3,5 миллиард долларды құрайды. Екінші орында 376 миллион доллармен Қырғызстан тұр. Еуразиялық экономикалық одақ жерінде қазақстандық экспорттың үшінші сатысының көлемі 32 миллион долларға жуықтайтын Беларусь нарығы алады. Миллионов долларов. Қазақстан аймақтарының ішінде Еуразиялық экономикалық интеграция шеңберіндегі ең жоғарғы экспорттың үлесі Қарағанды облысына тиесілі. Оның көлемі 723 миллион 500 мың доллар. Келесі кезекте Қызылорда облысы 647 миллион, Павлодар облысы 618 миллион, ал төртінші орында Алматы қаласы тұр. Оның үлесі 585 миллион доллар. Миллионов долларов. В структуре внешних поставок казахстанских товаров в страны ЕАЭС преобладает... Қазақстандық тауардың сыртқы жеткізу құрылымында минералды өнімдердің үлесі басым 33,4%. Металдар мен металл прокаты 25,7%. Химия өнеркәсібінің өнімдері 19%. Жануарлар мен өсімдіктерден өндірілетін өнімдер мен дайын азық-түлік тауарлары 10,8% құрайды. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен Қазақстан нарығына негізінен машиналар мен жабдықтар әкелінеді. Олардың үлесі 25,8%. Минералды өнімдер 16,8%. Химия өнеркәсібінің өнімдері 16,5% құрайды. Азық-түлік өнімдерінен біздің импорттың сомасы 13,9%. Бұл сандар тек ой салу үшін ғана берілді. Агроөнімдер өндірісінде ауқымды ресурстары бола тұра, Қазақстан өзін ғана асырап қоймай, азық-түлікті үлкен көлемде сыртқы нарыққа да шығаруға қауқары бар. Продовольствие на внешний рынок. Среди импортеров стран... Еуразиялық одақ елдерінен республикаға өнім импорттаушылардың ішінде Ресей бірінші орында. Ресейден өткен жылы республикамызға жалпы құны 9 миллиард 13 миллион болатын тауар жеткізілген. Беларусьтан 333 миллион доллар, Қырғызстаннан 200 миллион доллардан асатын сомаға өнім әкелінген. Қырғыз республикасы мен Қазақстанның оң мәнді сальдосы қалыптасты. Еуразиялық одақ бойынша өзге серіктестермен теріс мәнді сальдо орнап отыр. Вместо резюме. Сөзімізді түйіндейік, интеграциялық одақ өз жұмысын жаңа бастаған 2015 жылмен салыстырғанда 2016 жыл Қазақстан үшін де, өзге қатысушылар үшін де белсенділігі төмен жыл болды. Бұл жерде көп себептерді ішкі проблемалармен бірге тауар айналымына теріс ықпал еткен сыртқы факторлардан да іздеуге болады. Биылғы жылдың бірінші тоқсандағы ахуал айтарлықтай тұрақты. Кейбір сарапшылар көмірсутектер нарығындағы құбылуларға байланысты екінші тоқсанда мұндай тұрақтылық бола қоймас деген болжамдарын айтуда. Әйтсе де осыған қатысты бір жайтты ескерте кеткен жөн. Бүгінде Қазақстан аймақтары Еуразиялық одақ елдерімен өзара сауда-саттық мәселелерін өз бетінше шеше алады. Қандай жағдайда да белсенді, батыл әрі байланысқа бейім болғаннан ешкімде ұтылмайды. Бүгінгі айтарым осы, сіздермен бірге болған Александр Галиев, Еуразиялық сауда бағдарламасында қайта жүздескенше. Взаимный интерес. Он проявляет... Өзара мүдделестік әртүрлі жағдайлар мен мән-жайлардан көзге көрінеді. Мысалы, Иран мен Қазақстанның сауда-экономикалық ынтымақтастығында екі елдің бір-біріне қызығушылығын оятып отырған олардың әлеуеттері мен мүмкіндіктері. Сол себепті Иран мен Қазақстанның бизнес қауымдастықтарының арасында бас қосулар соңғы уақытта жиі болып жатыр. Иран мен Қазақстанның өзара ұқсас белгілері көп. Екі мемлекет те Азияда орналасқан. Иран батыс бөлігінде болса, Қазақстан орталық Азияда. Екеуі де өз аймақтарында стратегиялық маңызы бар геосаяси және транзиттік рөл атқарады. Және бір маңызды аспект. Иран мен Қазақстан Каспий теңізінің жағасында орналасқан көршілер. Көнеден келе жатқан тарихи, мәдени байланыстары тағы бар. Яғни бұл елдердің тығыз сауда-экономикалық қатынас жасауы заңдылық. Иран Азияның ең бай мемлекеттерінің бірі. Бұл елдің экономикасы әлем бойынша 18-ші орында тұр. 2016 жылдың қорытындыларына сәйкес елдің экономикасының өсуі 3%, ал сарапшылар 2017 жылы Иран экономикасы 2 есеге жуық артады деген болжам жасайды. Дамудың негізгі факторлары көмірсутектердің қомақты қорлары, индустриалдық бағдар және санкциялардың алынуы. Iran is the first in the world about the gas reserves. Иран газ қоры бойынша әлемде бірінші орында.
ал мұнай өндірісі бойынша 4-ші орынды иеленеді. Біз өзімізде жылына миллион автомобиль шығарамыз. Келешекте бұл көрсеткішті 3 миллионға дейін арттыруды жоспарлап отырмыз. Million cars in our country. We are going to increase it to 3 million in the future. Бүгінде көптеген елдер Иранға қызығушылық танытуда. Оған себеп ретінде тұтынушылар нарығының жоғары әлеуетін де атап кету керек. Иран Ислам Республикасының халқының саны 80 миллион. Оның үстіне Иран транзиттік жолдардың тоғысқан жерінде орналасқан. 7 мемлекеттің ортасында тұр. Солтүстігінде Каспий теңізіне, ал оңтүстігінде Үнді мұхитының 2 шығанағына шығатын жолдары бар. میتونیم از طریق مرز عراق به عراق صادر بکنیم. ما با ترکیه مرز ریلی داریم. Біз Қазақстан үшін тек стратегиялық серіктес болып қана қоймай, Ирак, Пәкістан, Ауғанстан, Оман, Түркия және тағы басқа елдерге жол ашатын экспорттық қақпада бола аламыз. تموم کنیم این رابطه حمل و نقلمون رو در شمال ایران، این رابطه رو به جنوب ایران و به بقیه دنیا گسترش بدیم. Осыдан 3 жыл бұрын Қазақстан, Түркменстан және Иран ортақ күш жұмылдырып, ірі ауқымды инфрақұрылымдық жобаны жүзеге асырып, Жаңаөзен, Берекет, Горган темір жол тармағын салғаны тағы бар. Железная дорога открывает возможность для перевалки 10 миллионов тонн грузов. Это очень важно. И через эту дорогу Иран может выходить на российские и китайские просторы. Мы будем выходить на все государства Персидского залива. Бүгінде екі ел транзиттік логистиканы тиімді етуге көмектесетін тағы 2 жобаны жүзеге асыруды жоспарлауда. Иран аумағында 2 жүк терминалы тұрғызылатын болады. Біреуі оңтүстікте Бендер Аббас теңіз портында болса, екіншісі солтүстікте Инче Бурун темір жол станциясында салынады. Ирандық Амирабад портындағы Қазақстанның астық терминалын есепке алсақ, барлығы мұндай инфрақұрылымдық жобалардың саны 3 болады. به مسیر درستی داریم میدیم. سرمایه گذاری رو خط راه آهن اینچه برون Ирандағы Бендер Аббас және Амирабад порттары, сондай-ақ Түркменстан, Иран және Қазақстанды қосып жатқан темір жол магистраль арқылы транзиттік жүк тасымалының арқасында жақсы нәтижелерге қол жеткіземіз деп ойлаймыз. بر اساس برد وین وین باید Бүгінде Иран мен Қазақстан өзара жасыл дәліз құруға мүдделі. Оның шеңберінде транзиттік жүк контейнерлерін тасымалдаудың жылдамдығы артады. Профильдік құрылымдардың тарифтер мен кедендік рәсімдерді бірыңғайластыру жөніндегі үйлестіру жұмыстары аталған жоспардың дәлелі болып табылады. В ходе последнего визита президента Иран президентінің Астанаға келген соңғы сапарының барысында Қазақстан темір жолы мен ирандық логистикалық көлік компаниясы арасында бірлескен кәсіпорын құрылды. Қазақстандық тауарлардың жеткізілу мерзімін 10 күннен 4 күнге дейін қысқарту мәселесі қарастырылып жатыр. товаров на рынок Ирана с 10 до 4 дней. 2015 жылмен салыстырғанда 2016 жылы Иран мен Қазақстан арасындағы тауар айналымы 15%-ға көбейіп, $600 миллион құрады. Әйтсе де ақшалай баламасымен $1 миллиард жеткен. 2014 жылғы өзара сауда көлемімен салыстырғанда бұл анағұрлым төмен. Сауда сальдосы Қазақстанның пайдасына қарай қысқан. Біз импорттағаннан гөрі көбірек экспорттаймыз. Дегенмен сыртқы жеткізілімдер тізімдемесі әлі де кемшін екенін атап өткен жөн. Это в основном металлопрокат и зерновые. Негізінен экспорттайтынымыз металл прокаты мен астық өнімдері. Біздің мақсатымыз экспорттың көлемін де, ауқымын да көбейту, яғни номенклатураны кеңейту. Бүгінгі логистика тұрғысынан қалыптасып келе жатқан қолайлы жағдайларды пайдалана білуіміз керек. Экспорт тізімі майлы дақылдар тұқымының, халал стандартты еттің және электр трансформаторларының есебінен кеңеюі мүмкін. Аталған қазақстандық тауар бойынша келісімдер жасалып қойды. Одан бөлек ирандық тарап Қазақстанмен химия өнеркәсібі, металлургия және жасыл энергетика секілді сегменттерде ынтымақтастық жүргізуге мүдделі. We established a center for cooperation in the field of new technologies. Based on this agreement, we Біз жаңа технологиялар саласында ынтымақтасу орталығын құрдық. Орталық 30-дан астам жоба бойынша бірлесіп жұмыс жүргізуді қарастырады. Жобалардың бір бөлігі жүзеге асырылу үстінде, қалғандары да қолға алынады деп сенеміз. 2017 жылы Астанадағы экспо көрмесінде
кейбір ирандық компаниялар өнімдерін таныстырады. Бұл көрме Иран мен Қазақстанның жаңа технологиялар саласындағы серіктестігінің алаңына айналады. 2017 in Astana, we do expect participation of Iranian companies, and Expo will be a new opportunity for Iran and Kazakhstan to find new fields of cooperation in the field of new energy and also new technologies. Екі елдің де экономикаларына инвестициялардың жұмылдырылуын сауда-экономикалық байланыстарды дамытудың жаңа мүмкіндігі ретінде қарастыруға болады. Бүгінде осы мақсатта арнайы құрылған Зудель ғаламтор тұғырнамасы жұмыс істеп тұр. Оның пішімі бизнес қауымдастықтарға кәсіпорындардың кең ауқымды базасынан бастап, олардың іскерлік беделін тексеруге дейінгі көптеген қызметтерді алуға мүмкіндік береді. Тұғырнама Иранда әлдеқашан жұмыс істеп тұр. Бүгінде оған Қазақстанда қосылды. Таяуда бұл қызмет Әзербайжан мен Өзбекстанда да іске қосылатын болады. Ең күрделісі әр аймақта қолданылатын заңдардың әртүрлілігі. Адамдар ол заңдардың, мысалы сертификаттау саласындағы заңдардың қалай жұмыс істейтінінен хабардар болуы тиіс. Бізде тек Иранмен ғана емес, жібек жолы бағытында орналасқан өзге елдермен де байланыстар орнатылған. Қазақстан мен Иран арасындағы инвестициялар, логистика, банктік операциялар және индустриалдық жобаларды жүзеге асыру секілді мәселелерде ынтымақтасуды көздейтін бірнеше құжатқа қол қойылды. Келісімдердің жалпы сомасы 1 миллиардқа жуық долларды құрайды. Екі нүктенің арасындағы ең қысқа қашықтық оларды қосатын түзу сызық. Иран мен Қазақстан өздерінің сауда-экономикалық қарым-қатынастары үшін дәл осындай түзу сызықты таңдап алды. Бұған іскерлік кездесулер шеңберінде қалыптасқан диалог алаңдарындағы белсенділік пен нақтылыққа қарап көз жеткізуге болады. Екі елдің профильдік құрылымдары мен бизнес қауымдастықтарының арасындағы келіссөздер барған сайын мәнді әрі мағыналы келісімдерге айналуда. Яғни келешекте шынайы бірлескен жобалар жүзеге асырылады деген сөз. Ресурстардың қарғысынан қашып құтылуға болады. Қашып құтылу қажетті. Тіпті ресурстарды экономиканың тұрақты дамуына қажетті тірекке айналдыруға болатынын білу қажет. Өйткені қосымша құны жоғары өнімдер өндіру мүмкіндігі қашанда күн тәртібінен түспейді. Бүгінде Қазақстанның алдында тұрған мәселе өзінің минералды ресурстарын терең өңдеуден өткізу. Ал мәселені қалай шешу керектігінің мысалдары бүгінде бар. Мұнай химиясы Қазақстан экономикасын жаңғыртудың 6 басымдықтарының бірі. Осы саланы дамытудың арқасында республика өз мұнайын өңдей отырып, қосымша құны жоғары өнімдер шығара алады. Мысалы, бүгінде қазақстандық жолдар құрылысында қажет болып отырған материал битумды алайық. Каспий битум өнеркәсіптік ауқымда модификацияланған битум шығаратын алғашқы заманауи мұнай химия кешені. Зауыт Қытай капиталының қатысуымен тұрғызылды. Оның активтерінің 50% Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына тиесілі. Қалған бөлігі қытайлық Ситик Лимитед кәсіпорнының үлесінде. Кешен әуелден-ақ Қазақстандағы нақты бір мұнай кен орнына арналып есептелген болатын. Зауыт Қаражанбас кен орнының мұнайына бейімделген. 1 миллион тонна мұнай өндіретін қуаттылықпен біз 400 мың тонна битум және 600 мың тонна ашық түсті мұнай өнімдерін аламыз. Кәсіпорында шығатын битумның 4 түрі бар. Тотыққан БМД 100-де 130, БМД 70-де 100 және модификацияланған ПВВ 60, ПВВ 90 битумдары. Бұл маркалар температуралар кенеттен құбылатын және ауыр көлік жүктемелері түсетін жағдайларда талап етілетін барлық параметрлерге сай келеді. Біз қазір кәсіпорынның жүрегі деп аталатын операторлық бөлімде тұрмыз. Осы жерден кәсіпорынның бүкіл технологиялық үдерісі жүргізіледі. Жабдықтар бүкіл қазақстандық стандарттардың талаптарына сәйкес келеді. Стандарты казахстанского. Осы зауытта өндірілетін модификацияланған битум автомобиль жолдарының құрылысында, соның ішінде халықаралық транзиттік магистральдарды төсеуде қолданылады. Бізде өндірілген битум негізінен Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық тас жолының Шымкент, Қызылорда, Астана, Павлодар, Теміртау, Атырау, Ақтау секілді республикалық маңызы бар автожолдардың құрылысында қолданылып жатыр. Бұл кәсіпорындағы полимерлерді қосу арқылы битум алу технологиясы Қытай, Ресей және Батыс Еуропа елдерінің профильдік компанияларының тәжірибесі қаперге алына отырып әзірленді. Ал битум өндірісіне жарайтын Қаражанбас кен орнының шикізатын пайдалану зауыт өнімінің сапасы мен бағасына оң әсер етіп отыр.
Если суммировать длину Казахстана... Каспий битум кәсіпорнынан шыққан битум төселген Қазақстандағы жолдардың жалпы ұзындығын есептейтін болсақ, бірнеше мыңдаған шақырымға созылатын қашықтық шығады. Оның үстіне қайта жөндеуден өткен немесе жаңадан салынған автомагистральдардың бір бөлігінің халықаралық маңызы бар. Олег Болдырев, Асқар Айткенов, Ақтау Алматы, арнайы Еуразиялық сауда бағдарламасы үшін. Бүгінгі айтарымыз осы. Сіздермен бірге болған Павел Коктышев. Хабарымыздың барлық сандарын www.kazakh-tv.kz сайтынан көре аласыздар. Еуразиялық сауда бағдарламасында қайта жүздескенше.